нәрсені қараймыз. Егер бой барынша кішілеу болса, барынша қысқалау аламыз. Ұзындау болса, барынша ұзындау. Өйткені бұл мата бірақ 100-ден 80% адамға жарайды. Өйткені ұзын бойлы нелермен алып дайындаған мата. Көйлекті былай жатқызыңыз, сосын нижат жатады. Сәл төмен қарайын дедіңіз. Аш ары. Енді осында не істейміз? Бұл енді ең бірінші сіздерге айтайық, құрметті жамағат. Мынау не болады? Изар болады. Ең төмендегі матасы. Оның үстінде лифафа болады. Оның үстіндегісі қамис. Қамис деген көйлек. Лифафа деген оның үстінде мата. Мынау ең үстіндегі мата. Ең үстінде не болады? 3 белдік болады кемінде. Мүмкін 4 белдік кейбір жерлерде. Енді мәйт адамды не істейміз? Әкеп жатқызамыз. Енді бұны біз өткен жылма, алдың жылма примерно бұлай кескеміз. Енді барынша бас кішілеу болса, мынаны аздау кесіп дегендей, өлгендеу болса, дұрыс айтасыз, әлде төмендеу не дейік? Кішкене төмендеу. Болды. Болады осында. Өйткені басын қатын етпейміз ғой. Мұнан барынша не істейміз? Майлау кесеміз. Жау үшін. Оны не дедік? Қамис, қайтылаймыз. Оның астындағысы лифафа. Оның астындағысы изар болады екен. Ер адамның осы 3 киім жетеді. Енді кейбір ұстаздарымыз айтады, кейбір ғалымдардан сәлде орау, сәлде сияқты орау, ол мұстахаб болады. Егер орайтын болсаңыздар, ер кісіге иншалла орайсыздар, артығы жоқ. Егер орамаймын десеңіздер де, одан ештеңе жоқ, қайтаратын іс жоқ. Ер кісіні осындай жатқызылады. Осы 3 киім барынша ең бірінші, жатқызғаннан кейін оң жағынан не істейміз? Мынаны жабамыз. Жоқ, оң жақта бола берсін. Оң жақта жабамыз. Кейін сол жақты. Сол сияқты мынаны бер жағында, оң жақта. Ана бас жағында ұстаңыз. Одан кейін сол жақ. Тағы да оң жағымен сол жағын жабамыз. Өйткені әрбір іс оннан болу дұрыс. Енді мына үшеу көрдік, үшеу белдік болады. Бұны байланысыз. Біз мынаны жіңішке неткеміз. Әлде бұл мынандай жалпақ кесіледі. Өйткені адам жеңіл емес, және сол сияқты көтерген кезде мынаны кішкене аздау алады. Мына жерден тағы байланады негізіне. Мынадан керек болса, мына жерден тағы біреу, мен примерно бір үшеу алдым. Көрсетсек болды деп. Осы нәрсені не істейміз? Ананы бұлай не едіңіз? Қой. Ондай болады. Енді өздер әйел кісілер жақсы байлайды ғой. Ананы жап. Міне осындай. Қайттан мына ер кісілер сияқты бірінші оңнан, сосын бер қарай, солынан осындай жауып не істедігеміз? Қолын жауып қоямыз. Алла Тағала баршамызға разы болсын. Осы бүгінгі сабақтан иншалла пайда алып, осы нәрселерге өзіміздің жақын араларымызда немесе бауырларымыз осы іске тап болатын болса, осы жағдай болса, иншалла орындауымызды және басқаларға үйретуімізді Алла Тағала насіп етсін.